Армысыздар, эфирде әлеует бағдарламасы, студияда Раухан Тоғынбаева. Стандарт & Poor's Қазақстанның ұлттық және шетел валютасындағы ұзақ және қысқа мерзімді тәуелсіз кредит рейтингін BBB+ A-2 деп бағалады. Болжам жағымсыз. Әзірге рейтинг агенттігінің болжамдары қысым астында, себебі оған мұнай нарығындағы өзгерістер ықпал етеді. Сондай-ақ еліміздің монетарлы саясаты мен ұлттық банктың валютаны айырбастау бағамы жөніндегі іс-әрекеттері S&P сарапшыларының назарында. Егер саяси институттардың рөлі нығайып, құрылымдық реформалар жүргізіліп, экономиканы әртараптандыру жөніндегі шаралар күшейе түссе, рейтинг агенттігі болжамын тұрақты деп өзгертуі де мүмкін. Стандарт & Poor's әлде еліміздің табиғи кен ресурстарын жағымды рейтингтік фактор деп қарастыруда. Ол ең алдымен бюджет профициті мен сырт міндеттемелердің активтерінің өсуімен және бюджеттік активтерді жоғарылауымен шартталады. Ал Fitch агенттігі болса Қазақстан ипотекалық компаниясына қатысты өз болжамдарын жасады. Шетел валютасындағы ұзақ мерзімді рейтинг BBB-, ұлттық валютадағы эмитенттің ұзақ мерзімді дефолт рейтингі BBB, шетел валютасындағы қысқа мерзімді эмитенттің дефолт рейтингі F3 деп бағаланды. Жалпы ұзақ мерзімді рейтинг тұрақты деп танылды. Қазақстан ипотекалық компаниясы халықты қолжетімді баспанамен қамтамасыз ететін үкіметтің агенті ретінде жұмыс істейді. 2000 жылы құрылған компанияның бүгінде 100%-ық үлесі Бәйтерек басқарушы холдингіне тиесілі. Және шетел жаңалықтарына көз салсақ, өткен түнде Грекия парламенті 2015 жылға арналған мемлекеттік бюджетін бекітті. Ондағы экономикалық өсім жалпы ішкі өнімнің 2,9%-ын алып отыр. Құжатқа парламенттің басым бөлігі дауыс берген. Әзірге бюджеттің бекітілген нұсқасы Еуроодақ, Еуропа орталық банкі және халықаралық валюта қорымен мақұлданбаған. Бұлар негізінен халықаралық кредиторлар деп есептеледі. Олардың пайымынша 240 миллиард еуро көлемінде кредиттік бағдарламаға жету үшін Грекияға 2015 жылы қосымша 2-3 миллиард еуро көлеміндегі табыс қажет. Бүгін жапондық Nikkei индексі 18.000 пунктке көтеріліп, 2007 жылдан бергі максимумды жаңартты. Қор нарығындағы сауда басталысымен-ақ ол 0,42%-ға көтерілген. Nikkeiге бүгінде Жапонияның 225 жетекші компанияларының акциялары кіреді. Элиталы компаниялардың басын құрайтын Topix индексінің бағамдары да бүгін күрт өсті. Сауда аптасының бұлай бастау алуына ақштағы жұмыссыздық жөніндегі жағымды мәліметтер әсер еткен. Америка валютасының күшеюіне жапондық иена әлсірей түскен. Бұл ең алдымен экспорттаушы компаниялар табысының өсуіне ықпал еткен. Енді Forex Club сарапшыларының болжамдарына келсек. 5 желтоқсан жұмада еуро-доллар жұбы өз минимумын жаңғыртып, 1,2287 теңгейіне төмендеді. Жұп 0,175% жоғалтып отыр. Еуро мен долларға ақш еңбек нарығынан келген мәліметтер әсер етті. Алтын күнді 1,12% жоғалтып аяқтады. Котировкалар унциясы $1191 64 цент теңгейіне түсті. Сары металға ақштың ауыл шаруашылығы саласына жатпайтын сектордан келген жағымды мәліметтер әсер еткен. Brent маркалы мұнай болса бұрынғы деңгейінде қалды. Апта соңында бағалар $68 79 центке дейін түсті. Тиісінше актив 0,195%-дан айырылды. Сауд Арабиясының Америка құрама штаты мен Азия елдеріне бағаны төмендету керек деген шешімі қаралтынға қысым көрсетті. Енді дүйсенбіге арналған болжамға тоқталсақ. Бүгін еуро аймақ экономикасы бойынша маңызды мәліметтер жарияланбайды. Сондықтан валюта жұбы техникалық фактордың әсерінде қалуы мүмкін. Егер Марио Драги мен Бенуа Керренің мәлімдемелері қос жұптың мүддесін қорғауға бағытталмаса, онда еуро-доллар 1,2250-ге дейін төмендеуі ғажап емес. Алтын әзірге $1190 деңгейінде қала алмады. Тиісінше техникалық факторлардың әсерінен оның унциясы $1213 97 центке көтерілуі таңғаларлық жайт емес. Егер ақш Федералды резерв жүйесі монетарлық саясатты қатайту туралы шешім қабылдаса, актив бағасы түсіп те кетуі мүмкін. Мұнай өндіруші елдер арасындағы жетекші орын үшін талас қаралтын нарығындағы жағдайды қыздырып тұр. Мұндай тартыс баррель құнына қысым көрсетіп, Brent маркасын 66,150 теңгейіне түсіруі мүмкін. Әзірге ең төменгі 68,170-72,150 теңгеге ұсталып тұр. Дегенмен қара алтын баррелінің құны $70 да көтерілуі мүмкін. Бүгінге менде бар мәлімет осы. Бағдарламаның электронды нұсқасын 24KZ сайтынан көре аласыздар. Әлеуеттеріңіз ортаймасын деген тілекпен мен бағдарламаны аяқтаймын. Эфирде келесі көріскенше аман, сау болыңыздар.